Адамдар діни ағымдарға қалай кіріп кетеді деп ойлайсыздар? Көп жағдайда бәрі бір ғана видеодан немесе бір ғана жазбадан басталады. Қазіргі уақытта адасудың негізгі себептерінің бірі әлеуметтік желідегі күмәнді діни ақпараттар. Адасушылыққа түскен азаматтардың көпшілігі діни білімді білікті ұстаздардан алмайды. Интернеттегі белгісіз уағызшылардың айтқанын дұрыс деп қабылдай бастайды. Тағы бір маңызды себеп жергілікті ресми мамандарға жүгінбеу. Кейбір адамдар діни сұрақтарын шетелдегі уағызшыларға қойып, солардың жауабымен амал етеді. Алайда олардың берген пәтуалары елімізде дәстүрлі түрде ұстанылып келе жатқан Ханафи мазхабының қағидаларына сәйкес келе бермейді. Соның салдарынан адамдар біртіндеп өз ортасынан ерекшеленіп, қоғамнан алшақтай бастайды. Кей жағдайда бұл діни көзқарастың өзгеруіне және түрлі адасушылықтарға алып келуі мүмкін. Сондықтан діни мәселеде асығыстық танытпай, ақпараттың қайдан келіп жатқанына мән беру керек. Әлеуметтік желіде де, күнделікті өмірде де діни сұрақтарды ресми дін мамандарынан сұрау дұрыс болады. Ал дінде сенімді ұстазға жүгіну адамды қателіктен сақтайтын маңызды жолдардың бірі.